Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге бүгін 4-ші сынып қазақ тілі 108-ші сабақ өткен шақ тақырыбын түсіндіретін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бүгін сіздер тыңдалған мәтінге пікір білдіремін, етістікті өткен шақта қолдана аламын. 18-ші жаттығуда берілгенде мәтінді тыңда деген ақиқатқа айналған арман. Біздің бала кезімізде екінің бірі ғарышкер болуды армандайтын. Жұлдыздарды жақыннан көріп, сол кезде беймәлім көрінген әлемге сапар шегу көпшіліктің тілегі еді. Олардың арасында мен де бармын. Бірде әкем маған аспан әлемнің құпияға толы сырлары туралы жан-жақты әңгімелеп, артынша ай, түрлі жұлдыздар, жалпы ғаламшарлардың суреттерін көрсетті. Сол кезде көңілімде оянған қызығушылығымды сөзбен жеткізу қиын. Сонда өзіме өскенде қалай да ғарышкер болам деп мақсат қойған едім. Сол арманның жетегімен жоғары оқу орнына оқыдым. Жатпай тұрмай іздендім. Ғарышкер болу үшін алдымен табиғаттан берілген мықты денсаулық керек. Сонан соң оқу-жаттығу жұмыстарын бір күнге де үзбеуге тиіссің. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейінгі әр минут жоспарланған жаттығулар. Әр жерде сен спорт шеберіне қойылатын талаптарды орындайсың. Талап күшті. Жоғарыда аталған екі нәрсе де менде болғандықтан шығар, 6 жылға қызу дайындықтан кейін ақыры ғарышқа ұштым. Халықаралық экипаждың құрамында болдым. Менімен қосқанда 6 елдің өкілі ғарышқа ұшты. Бастан кешкен қызықтарымыз да, бір-бірімізден үйренгеніміз де көп. Бәріміз де ғарыштан түсірілген жердің суретін талай көрдік. Жер жұп-жұмыр дөңгелек екенін білеміз, бірақ ғарышта барлығы басқаша екен. Көктен жер алақандағыдай көрінеді. Ол сондай нәзік, кішкентай, қорғансыз. Көзімнің жеткені біз оны жерді аялауымыз керек. Оның қадірін әлі де сезіне бермейтініміз рас. Ғарыштан жерге түскен соң өмірге, қоршаған ортаға деген көзқарасым түбегейлі өзгерді. Өзіміз мекендейтін ғаламшарларды сақтай білуіміз керектігін жете түсінгендей болдым. Астында бұны Айдын Айымбетов жазған екен. Мәтін кім жөнінде? Ол туралы не білесің? Мәтін мазмұны өз пікіріңді айт. Мәтіннің соңғы бөлігін мазмұнына топта талқылаңдар деп көрсетілген екен. 18 жаттығуда осылай дәптерге жазыласыздар. Мәтін ғарышкер ағамыз Айдын Айымбетов туралы. Айдын Айымбетов ғарышкер. Ол ғарышта 10 күн болып маңызды зерттеулер жүргізген. Ғарыштан оралған Айдын Айымбетовті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі күтіп алған. Мақсатқа жету үшін көп еңбектену керек. 19 жаттығуымыздың берілгенде мәтінді қатесіз көшіріп жаз деген екен. Және астында сұрақтары: етістіктері не істеді сұрағына жауап беретін еді өзгерт. Не істеген, не істеді деген сұрақтарға жауап беретінін етістіктерді өзара салыстыр деп айтқан екен. Мен қазір сіздерге дәл осы жаттығуды жазып ұсынамын. Міне, ғалам осыдан 10-20 миллиард жыл бұрын ғарыштық жарылыс нәтижесінде пайда болған. Бұл ғарыштық жарылысты үлкен жарылыс деп атап кеткен. Жер мен күн жүйесінің басқа ғаламшарлар осы шаң мен газдан пайда болған. Пайда болды, атап кетті, не істеді деген сұрақ қойылады және астын пайда болған, атап кеткен астарын сызып қойдым. 20-шы жаттығуда берілгенде сөйлемдерді қатесін түзеп жаз деген екен. Жарық күннен бізге дейін 8 минутта жетеді. Жердің тартылыс күші адамның денесін төмен басып тұрады. Ғарышқа ұшқан ғарышкердің бойы 6 сантиметрге дейін ұзарады. Адам баласы деген жерде қате сөз берілген. Осыны дұрыстап қазір жазып көрсетемін. Ғарышта 92 секунд қана шыдайды деп. Міне сіздерге дұрыстап қатесі жазып ұсынып отырмын. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Және жаңа қате сөзіміз скавандырсыз деген сөз екен. Және бүгінгі сіздерге берілетін үй тапсырмасы ретінде 21-ші жаттығу: үлкен картадағы төмендегі 10 жұлдызды тап. Мысалы, бірінші нөмірлі жұлдыз картада ағылшын RE болып белгіленген, қалған 9 жұлдызды тап деген екен. Міне сіздерге сол жұлдыздарды тауып ұсынып отырмын. Дәл осылай жазып аласыздар. Осы видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіз. Көп-көп рахмет.